Хирургиялық пәндер кафедрасы. Тақырып жедел аппендицит. Жоспары. Анықтамасы, соқыр ішек пен құрт тәрізді өсімдіктің анатомиясы, этиологиясы мен патогенезі, жіктелуі, клиникасы, асқынулары, диагностикасы, ажырату диагностикасы, емі. Жалпы жедел аппендицит полиэтиологиялық жедел хирургиялық іш ағзаларының арасында аса жиі кездесетін соқыр ішектің құрт тәрізді өскіннің қабыну ауруы болып табылады. Анатомиясына келетін болсақ, соқыр ішек тоқ ішектің бірінші бөлімі оң жақ мықын шұңқырында орналасқан қапшық тәрізді ағза. Қанмен қамтамасыз етілуі: іш қолқа тамыры, жоғарғы шажықай артериясы, мықын тоқ ішек артериясы, аппендикулярлы артерия. Құрт тәрізді өскіннің орналасуы әртүрлі болып табылады. Соның ішінде төмен қарай латералды, медиалды, алдында, артынан, бауыр асты, жамбас қуысы, диафрагмасты болып табылады. Этиологиясы мен патогенезі. Қазіргі кезде жедел аппендициттің пайда болу теориялары көп. Соның ішінде көпшілік таныған механикалық, инфекциялық, рефлекторлы, тамырлық, гематогенді, эндокринді, алиментарлық, лимфогенді, аллергиялық, паразитарлы, баугенаспазм, бөгде заттар болып табылады. Рефлекторлы теория аппендицитің жүйке тамыр реттеу аппаратының қызметінің дисфункциясы болып табылады. Гематогенді жол мен құрт тәрізді өскіннің артериясының тромбозы болады. Патогенезі. Аппендикс саңылауы нәжісі тасы мен лимфоидты тіннің ісінуінен бітеледі. Нәтижесінде ішектегі секреция жиналып, қысым артады. Қан айналымы бұзылып, ишемия дамиды. Бұл бактериялардың көбеюіне және қабынуға әкеледі. Уақытында емделмесе, аппендикс жарылып, перитонит дамиды. Жіті аппендицитің дамуының негізгі себебі құрт тәріздес өсіндінің саңылауынан ішіндегі заттың жүруінің бұзылуы болып табылады. Негізі капролиттермен, құрт инвазиясымен, тамақ массаларымен, лимфоидты гипертрофиямен, ісіктермен пайда болуы мүмкін. Іші бітелген кезде шырыштың секрециясы аппендикс саңылауының ішіндегі қысымды көтереді. Құрт тәріздес өсіндінің ішіндегісі патогенді флорамен жабылған, жедел аппендицит ауруының дамуы үшін қолайлы орта болып табылады. Ең жиі бөлінетін микрофлора бұл аэробты микроорганизмдер. Егде жастағы пациенттерде аппендикулярлы артерияның тромбозы болуына байланысты біріншілік гангренозды аппендицит дамиды. Жіктелулері. Колес бойынша жіктелуі: асқынбаған аппендикулярлы колика, жай катаралды аппендицит. Деструктивті флегмонозды, гангренозды, перфоративті. Асқынған аппендикулярлы инфильтрат, периаппендикулярлы абсцесс, перитонит, сепсис, ішқуыс абсцесі, пилефлебит. Абрикос бойынша морфологиялық жіктелуі: бірінші беткей және катералды 6-12 сағатта дамиды. Екінші флегмонозды 12-24 сағатта, ол өзі бөлінеді: жай флегмонозды жаралы, апостематозды, эмпиема, флегмонозды перфоративті. Үшінші гангренозды 24-48 сағатта, бұл өзі біріншілік, екіншілік гангренозды тесілулі, тесілусіз болып бөлінеді. Клиникасы. Жедел аппендициттің клиникалық көрінісі әртүрлі ерекшелігімен сипатталады. Бұл іс жүзінде құрсақ қуысы және ретроперитонеалды аймақтағы барлық хирургиялық аурулардың, сондай-ақ бірқатар медициналық жағдайларда хамелеон деп атайды. Белгілері өзгеріп отыратын болғандықтан, оны хыбылғы типа хамелеон сияқты ауру деп атайды. Бұл оның әртүрлі орналасуының болуымен, аппендикстегі қабыну өзгерістерінің формаларымен, асқынуларының жиі дамуымен және науқастың денесінің реактивтілігінің тең емес жағдайда болатынымен түсіндіріледі. Клиникасы. Клиникасында көп белгілер болады. Соның ішінде жалпы ауырсыну синдромы, ауру әдетте эпигастр аймағында немесе кіндік маңында ауырсынумен басталады. Кейін 3-8 сағаттан соң ауырсыну оң мықын аймағына ауысады. Диспептикалық синдром. Науқастарда жүрек айну, бір немесе 2 рет құсу, тәбеттің төмендеуі байқалады. Кейде іштің кебуі, газдың және нәжістің кідіруі мүмкін. Интоксикациялық синдром. Дене температурасы көбіне 37-38 шамасында болады. Жалпы әлсіздік, қалтырау, бас ауыру байқалады. Пульс жиілейді, тахикардия 90-100 болуы мүмкін. Перитонеалды синдром. Тілі құрғақ, іші кепкен, ішек перистальтика кейде болмайды. Шөткин-Блюмберг симптомы оң болады. Жедел аппендицитің негізгі белгілері. Ең негізгі бірінші белгісі деп айтуға болады Кохер-Волкович белгісі. Ол ауырсыну эпигастр аймағында басталып, оң жақ мықын аймағына 3-8 сағат аралығында көшуі. Симптом дислокация деп атайды. Ситковский белгісі. Науқас сол жаққа жатқанда оң жақ мықын аймағы ауырсынуы. Робзинг белгісі. Сол жақтан төменгі тоқ ішекті басқанда оң жақ мықын аймағы ауырсынуы. Бартоме Михельсон белгісі. Сол жаққа жатқызып, оң жақ мықын аймағын басқанда ауырсынудың күшеюі.
Келесі Воскресенский белгісі көйлекті тартып тұрып эпигастр аймағынан төмен қарай сырғытқанда оң жақ мықын аймағында ауырсыну және бұлшықеттің қатаюы байқалады. Келесі белгі Раздольский оң жақ мықын аймағында тері гиперестезиясы байқалады. Коупа белгісі оң аяғын көтеріп жамбас санының буынының ротациялы қозғалғанда ауырсынудың күшеюі немесе пайда болуы. Образцов белгісі оң аяғын бүкпей көтергенде оң жақ мықын аймағында ауырсыну күшейеді. Балалардағы жедел аппендицит ағымының ерекшеліктері. Балаларда аппендицит тез дамиды. Бұл анатомиялық ерекшеліктермен байланысты. Ауру кенеттен басталып, дене қызуы көтеріледі, құсу, ауырсыну және тахикардия байқалады. Перитонит тез дамып, ағымы ауыр өтеді. Жүктілердегі жедел аппендициттің ерекшелігі. Жедел аппендицит ана мен ұрыққа өте қауіпті болады. Жатырдың өсуіне байланысты аппендикстің орналасуы жиі өзгереді. Бұлшықет тонусы әлсіреп байқалмайды. Ауру жасырын өтіп, перитонит дамиды. Операциядан кейін түсік қаупі болуы мүмкін. Кәрілерде жедел аппендицит ерекшелігі. Қарттарда ағзаның реактивтілігінің төмендеуіне байланысты ауру кеш анықталып, перитонит дамиды. Кейде лейкоцитоз мүлде байқалмайды. Инфильтрат түзіліп, диагноз қою қиындайды. Операциядан кейін өкпе аурулары болуы мүмкін. Асқынулары. Аурудың асқынуы аппендикулярлы инфильтрат, аппендикулярлы абсцесс, сепсис, перитонит, пилефлебит. Операциядан кейінгі асқынулар. Операциялық жараның іріңдеуі, іш пердесінің қабынулары, ішкі қан кетулер, іштің жабысқақ аурулары. Жедел аппендициттің асқынған кезіндегі негізгі белгілері. Негізгі белгісі асқынған кездегі шөткін блюмберг симптомы, іш пердесінің тітіркену белгісі. Науқастың ішін ақырын басып тұрып, қолды тез алғанда кезде ауырсынудың күшеюі. Аппендикулярлы инфильтрат. Науқастың ауруы басталған соң 3-5 тәулікте түзіледі, өсіндіге ішек ilmектерімен шарбы жабысады. Ауырсыну біртіндеп азайып қозғалғанда күшейеді. Температура субфебрилді инфильтрат болбыр немесе тығыз болуы мүмкін. Қанда аздаған лейкоцитоз анықталады. Аппендикуляр инфильтраттың асқынуы. Абсцесстің түзілуі, науқастың жағдайы біртіндеп ауырлайды, гектикалық температура, тершеңдік байқалады, пальпацияда ауырсыну анықталады, іштің тітіркену симптомы оң болады. Диагностикасы. Анамнез жинауы, физикалық зерттеу, жалпы қан анализі, жалпы зәр анализі, диагностикалық лапароскопия, жалпы құрсақ қуысына рентгенография, ультрадыбысты зерттеу, КТ, МРТ жасалынады. Жедел аппендициттің әртүрлі формаларының диагностикалық өлшемдері. Катаральды аппендицитте ауырсыну оң жаққа ауысады, температура 37,5, жүрек айну құсу болады. Флегмонозды аппендицитте ауырсыну тұрақты болады, температура 37,38,5, перитонит белгілері айқын болуы мүмкін. Гангренозды аппендицитте жағдайы ауыр, перитонит дамиды. Жедел аппендициттің дифференциалды диагностикасы. Бұл іштің жедел хирургиялық ауруларының барлығымен диагностика жасаймыз. Соның ішінде бүйрек ауру, бүйрек тас ауру ерекшелігі оң жақ мықын бел аймағында шаншып ауырсыну, жалпы зәр анализінде эритроцит, дизурия болуы мүмкін. Жатырдан тыс жүктілікте етек кір келмейді және қынақтан сарысу шығады, анемия, гипотония болуы мүмкін. Асқазанның және ұлтабардың тесілген жарасы. Эпигастр аймағында пышақ сұққан тәрізді ауырсыну болады. Іш қуысына шолу рентген жасағанда оң жақ диафрагмасында орақ тәрізді босауы болуы анықталады. Асқынуларының емі. Аппендикуляр инфильтраттың емі бұл негізі консервативті болып табылады. Төсектік тәртіп, диета терапия, инфильтрат аймағына суық басу, кең спектрлі антибактериалды ем. Абсцесстенген аппендикуляр инфильтраттың емі. Бұл кезде науқасқа шұғыл операция жасалады. Операцияларында міндетті түрде ультрадыбысты зерттеу жасалады. УДЗ іріңдіктің орнын нақты анықтайды. Абсцесстің іш қуысына жарылу қаупі болуы мүмкін. Іріңдікке алдымен функция жасап, немесе кесіп, санация жасап, дренаж қойылады. Операция кезінде инфильтрат болбыр болса, аппендэктоме жасалады. Егер инфильтрат тығыз болса, бір-бірінен бөлуге мүмкін болмаған жағдайда, онда оған дәке резиналы тампон дренажы қойылады. Операциядан кейін консервативті ем жүргізеді. 1-3 айдан соң жоспарлы түрде аппендэктоме жасалынады. Жедел аппендициттің емі. Жедел түрде операция жасалынады. Аппендэктомия. Кіру жолы Волкович-Дьяконов тәсілі бойынша. Аппендэктомияның көп түрлері болады. Соның ішінде антеградты, ретроградты, инвагинациялық, бөлшектеп, лигатуралы. Көбінесе біз антеградты жағдайда жасаймыз. Алдыңғы құрсақ қабырғасы Волков-Дьяконов Макбурней бойынша тілік жасалынады. Тері асты клетчаткасы және апоневроз қабаты ашылады. Кесілген жара бойымен бұлшықеттерді тартады. Ішперде пинцетпен көтеріліп, қайшымен кесіледі. Операциялық жара тілігі жоғары және төмен кеңейтіледі. Ішперде шеттеріне микроиш қысқышымен дәкелі салфеткаларды бекітеді. Құрсақ қуысындағы эксудат сорғышпен алынады. Іш қуысын тексеріп, соқыршек дәкемен ұсталады.
оны жараға шығарып, тене либера бойымен түбі анықталады. Өсіндінің шажырқайын қысқышпен қысып тұрып, жуан жіппен тігіп байланады. Одан кейін дешан инесі арқылы өсіндінің түбін келгіт жібімен байлайды. Соқыршекке 1-1,5 см қашықтыққа кесетті тігіс салынады. Өсіндінің негізі 2 кокер қысқышымен қысылады. Скальпельмен кесіп, үші йодпен өңделеді. Кесет тігісі салынып, қажет болса Z тігісі қойылады. Қан тоқтаған соң қабаттап тігіс салынады. Соңында спиртпен өңдеп, асептикалық таңғыш қойылады. Келесі слайдтарда аппендиксінің атипикалық орналасу кезіндегі операция түрлері және аппендэктомияның басқа түрлері, яғни мини кіру жолы мен лапароскопиялық аппендэктомия және тағы басқа көрсетілген. Аппендиксінің іш пердесінен тыс ретроперитонеалды немесе ретроцекалды орналасқан жағдайдағы кесу сызығы көрсетілген мына слайдта. Мына суретте ретроградты аппендэктомияның қалай аппендиксінің ұшын кесудің суреті көрсетілген. Мынада лапароскопиялық аппендэктомияның суреттері көрсетілген. Пайдаланылған әдебиеттер: хирургические болезни Кузин, Шкроп, Чистова, Москва, общая патология человека, руководство, медицина, патологическая анатомия, атлас, және Яндекс, Google.ru, басқа да ақпараттар. Тыңдағандарыңызға рахмет.